Мама, біздің мына холодильник істемейді сияқты. Сіздің үйіңізде холодильникте продуктлар толып тұрушы еді ғой, бізде дым жоқ. Оны сатып алу керек па? Ой. Еще стиралкамыз да істемей тұр. Үстіне киімді қойсам, өзі жуылып, өзі ілінбей тұр, мама. Сіздерде сондай еді ғой? Оны өзіміз жуу керекпіз бе? Мама, еще табамыздың ішінде тамақ жоқ. Сіздерде всегда тамақ бар еді ғой? Онда өзіміз істеу керекпіз бе? Ой. Онда сен тамақ істесеш? Мен істей алмаймын ғой. Давай онда ютубтан қарап істейміз. Ютубта бұндай емес еді ғой. Ама сосын бар ғой, светке, суға, газға төлеңдер деп жатыр. Разве тегін емес па не? Төлеу керек па? Жарайды, мам, төлейміз. Бөлік шыққа қандай қиын. Мына қыз қайда жүр? Қалада пробкамен жүргенше атпен келе салдым. Привет. Марсель деген сен бе? Мен өзім осы қаладан болам. Сен қай жақтыкысың? Мен ауылдан. Ауылдан? Таныс қой, мынау менің итім Алабай. Мынаның атын Алабай деп қойып жүрсің бе? Мынауың мен мысығымнан таяқ жеп қалады ғой, екеуін бірде-бір төбелестірейік пе? Сен мен Алабайым травмировать етіп жатсың, қой айтып айтып па. Сәлем, сұлу қыз. Суретте түрің мүлден басқа ғой. Ол бұрын 5 жыл бұрын соғыста салынған сурет қой. Қазір кішкене әбіржіп кетіпсіз. Ал сен жұрт айтқаннан да әдемі екенсің. Кеттік пе? Өзің айына қанша табасың? Шүкір, айына 10 жылқы, 5 сиыр, 20 қой табам. Маған кем дегенде айына 100 жылқы табатын жігіт керек. Қалабының зорынай мынаның. Қараш, қалай шықты? Қалай салғасын, дұрыстап салшы. Қой шей болды мен. Суретші емеспін ғой, батырмын ғой мен. Сен өзің қай жылғы боласың? 1799. Бірақ жас көрінеді екенсің. Өзіңізге көп алады екенсіз. Айтпақшы, киіз үй өзіңіздікі ме, әлде жалға алып тұрасыз ба? Әрине өзімдікі. Осы жол бір соғысқа барсам, тағы да бір киіз үй аламын бұйыртса. Дәмді болды. Айтпақшы, сен өзің нешедесің? Мен ба? 17-демін. 17? Елдер 13-те отау иесі болып жүр ғой. Демек сен бірдеңең дұрыс емес. Шал! Мен де кәрі қасқыр болыппын ғой, Бүгін таңға қымыз ішем, бейшара, не істеп жатсың? Үстіңді су қылдың ғой. Кешіріңіз. Ким Чанди? Ким Чонгук? Мама, мынаны қара, Ким Чанди официант болып жүр екен. Бұл қыздан дым шықпайтынын білгенмін. Бәрлерін қараңдар, мынау менің кедей бывшаям, официант болып жүр екен. Опа, мен сені әлі күнге дейін сүйемін. Екеуміз қайтадан қосылайықшы. Балама көз салушы болма, Ким Чанди. Ұлыма лайық емессің. Мен қазір Samsung Corporation'ның бастығы әйеліме свиданияға келдім. Сені мен не қыламын, айтшы. Сол үшін біз селфи лаунжға келдік. Бұл жерде жайлы атмосфера, дәмді тағам, қолжетімді баға, кең интерьер, жанды музыка, демалыс күндер, диджей сеттер. Бәрі ерекше атмосфера сыйлайды. Ал енді мынаны сүртіп ал, официант. Дұрыстап сүр. Мен сол басты қызбын. Сендерді сынап көргім келген. Мүлдем өзгермепсіңдер. Кешіріңізші, біз қателестік. Бізді аяңыз қателесіп қойдық. Бір ашуыңызды беріңіз. Енді бәрі кеш. Тәкаппарлықтарың болмағанда миллиардер келінге ие болар едіңдер. Күзетшілер бұларды қуып шығыңдар. Енді қайттық. Аяқмақ. Қойшы, мама. Сәлем бердік ене. Келін, таңғы 7-те тұрудың қажеті жоқ. Мен саған қанша рет айтам. Бар ұйықта. Как минимум түске дейін ұйықтайтын бол. Келін, мына түрің әбіржіп не болып кеткен? Апармайсыз ба мына қызды салонға? Маникюр, педикюрін бәрін жасатып. Шашыңды прическалап үйде әдемі болып жүр. Не үшін ұлқыстарды қолыммен жуып жатсың? Жолама оған. Мен не үшін посудомоечный машина алдым, Енді кәрі посудомоечный машинамен ғана жуатын бол. Жолама қысқа. Мама, мен бүгін зарплат алдым. Барлығын сізге берейін деп отырмын. Керек емес ақшаң. Тарт. Барып өзіңнің әйеліңе берсеңші. Келінге бер, шопинг жасап, бір косметика киім алсын. Заттарың. Мама, не істеп жатсыз? Бөлек шығындар сөз. Қашанға бірге тұрамыз? Қайда барамыз біз? Медовый месяц жасайсыңдар ма? Бали, Мальдивқа ма? Ақшасын салып жүрем. Барып кетіңдер. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған мамам сияқты, заботливая қыздар ұнайды. Мамаң сияқты? Мама десең, мама сияқты болам. Не істеп кеттің сен? Қане аузыңды аша қой, самолетик. Опа, аузың кел өзіңнің. Сен негізі мен дұрыс түсінбей қалдың. Ойбай балам, дала суып кетті ғой. Мынаны тағып ал. Не істеп алсың? Дала 30 градус ыстық қой. Не айттым, ауырып қалдың. Айтпақшы, ертең үйленгеннен кейін тортты маған. Тоқташы.
маған ондай қыздар ұнамайды екен. Өзің айттың ғой маған сияқты қыздар ұнайды деп. Кешір, мен кеттім. Балам, тоқта! Не ғой, мен счет төлейтін ақшам болмай тұр да. Сен маған қарыз ақша бере аласың, мен саған қайтарам кейін. Жарайды, бірақ мына договорға қол қоя саласың ба? Мен Арман Айжаннан қарыз қалдым деп. Бәрекелді. Енді сен видеоға түсіріп алсаң бола ма? Кейін если что сотта дәлел болады. Жақсы болды. Кешіріңіз, мына жігіт менен қарызға ақша алып жатыр. Если что ертең сотта сіз куәгер болсыз, жарай ма? Мен қарызымды қашан қайтарасың? Ойбай, қайтарам? Бәле болдың ғой? Тоқсан дегенді қайтарам, айналайын. Болды, енді барлық дәлелдер бар. Мама, папа, мен сіздерді қазір қызыммен таныстырам. Пожалуйста, мен позорым шығармаңыздаршы, хорошо? Үйбе, қашан біз сені позор қылдық? Соны айтам, позор етпеңіздер, қазір таныстырам сіздерді. Бопты, әкеле бер. Танысып қойыңыздар, бұл менің қызым. Ой, біздің баланы таңдағаның жақсы болды. Біздің бала өте добрый. Ой, даже төбеле салмайтын ғой бұл мектепте. Соңғы атаман болатын, даже кішкентай қыздардан таяқ жеп жүреді. Ай, молодец, жанымсың. Ой, өтірік айтпаңыздаршы, олай болған жоқ қой. Кешегі бала едім, уже ер жеттім. 11 классқа дейін бұлтқа жіберетін есімде ба? Бірақ мен үшін әлі бала нәски тұрсыйына дейін мен жуамын. Шын ба? Жоқ, қалжыңдап жатыр. Еще бұған түрі страшный деп қыздар да қарамаушы еді ғой. Бір қыз қарап, соның атына кредит алып, екеуі сөйлеспей айырылысып кетмеді ғой. Өтірік айтады, ол прикол ұстап отыр. Бұның бір красавчик Азамат деген досы бар. Міне қара, спортсмен енді, сұп-сұлу. Мысық жігіт, бәрі осы астатын. Біздің жігітті ешкім керек қылмайтын ғой. Шүкір. Ой, қарады, бір қыз қарады бұған. Не ғой, мен барайын, менің жұмыстарым бар еді. Жоқ, қайда барасың? Ой, не болды? Айтпақшы, Азаматтың нөмірін бересіз бе? Кешіріңіз, маған переводчик болып беріңізші. Переводчик? Еркектердің тілінен әйелдердің тіліне аударып беріңізші. Қазір мен күйеуім келді, соңғы кезде оны вообще түсінбей жүрмін. Жарайды. Дизайнды өлтіріп мына жер, Жан, менің скоро туған күнім келе жатыр ғой, сен маған iPhone алып бересің бе? Көреміз, Ол сізге алып бере алмайды iPhone, оның ақшасы жоқ. Үміттенбей-ақ қой деп айтқысы келіп тұр. Кеттік. Аха, Мен подругам Сәуле бар ғой, сол күйеу екеуі Мальдивқа барып жатыр екен. Біз де осы жазда барайықшы, Жан. көреміз, Ол сізге қайдағы Мальдив? Ары кетсе Алакөлге барамыз, ақша жоқ кезде сендер болмады ғой деп айтқысы келіп тұр. Жан, көңіл күйің жоқ қой? Жай, ешнәрсе, бәрі жақсы. Ол кісі сізге барлығын уайымдап шаршап кеттім. Бала шағамды, ата-анамды, отбасымды қалай асыраймын, қалай аяққа тұрам. Құрдастарым барлығы көтеріліп кетті, ал мен әлі бір орында тұрған сияқтымын. Еще қарыздарым, кредиттарым, ипотекаларым барлығы қысылады, ақша жетпей жатыр. Еще сен де болмадың ғой, iPhone, Мальдив деп. Кейде осының барлығын ойлап, түнде саған білдіртпей жылап алатыным бар. Бірақ өзіме айтам, көтергәне басымды. Ер жігітті басына не келіп, не кетпейді деп сізге айтқысы келіп тұр. Жан! Ау? Сонымен iPhone-ды алып бересің ба, алып бермейсің ба? Сен нешінші жылғысың? 2007 жылғы болам. Қанша? 2007, ал өзің қай жылғы боласың? Мен 98. Өй, түгетпейді. Махаббат жаса қарамайды. 2007-лер сендер кеше ғана садикта жүретіндер ғой, қалай өсіп кеткенсіңдер? Ой, қайдағы? Мен даже армияға бар келдім ғой. Міне мен суретім. Сен өзі немен айналысасың? Ой, мен серьезный тірліктермен айналысам. Темкалар, лям туда, лям сюда. А өзің немен айналысасың? Мен сол офиста проектмен. Сен айта бер, мен просто ұзақ әңгімен тыңдай алмаймын. Мультфильм қосып қойыншы. Тоқташ, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден қоя салайық, мен кеттім. Сен сонда мені тастап кетейін деп тұрсың ба? Сіздер кемпірлер қатыгез болады екенсіңдер. Мен сені мама айтам. Давай мен саған может бір мультик қосып берем. Мә, ала ғой. Енді сен кішкене өсіп ал, содан кейін кездесеге. В смысле баласында, мен уже үлкенмін. Папам келе жатыр, тығыл! О, қызым қалайсың? Папа, не істеп жүрсіз? Мен жай қыдырып жүрген, мен сені картадан аңдып жүрген жоқпын. Ал өзің жалғыз не істеп жүрсің? Саған біреу жазып жатыр ғой. Папаңды алып кет, мен қашып кетейін дейді. Дауысы осы жақын маңайдан шығып жатыр. Ұсталдың ба? Шық былай қарай. Ассалаумағалейкум. Ал күйеу бала танысып қояйық, мен Айжанның папасы болам. Папа, ұрыспаңызшы, ол мені... Қызым, сен бара тұршы, мен күйеу баламен жеке әңгімелесіп алайын. Жарайды. Отапчы. Ей, кімсің сен? Менің атым Арман. Мен қызым жанына не істеп жүрсің? Маньяксың ба? Әлде наркомансың ба? Жаман ойың бар сияқты что-то сен. Жоқ, мен серьезно жүріп жүрмін қызыңызбен. Немен айналысасың? Мен мобилографпын. Мобилограф? Ой, спортпен бірдеңемен айналысқансың ба? Иә, қатысқан, мен бачата билеймін.
ертең қызым екеуіңе біреу тиіссе бачата билеп бересің ба? Сен что-то маған вообще ұнамай тұрсың. Блин, папам ұрысып жатқан шығар. Давай екеуміз бір күні рыбалкаға барайық, иә? Папа, тиіспеңіз. Ай, молодец. Мына күйеу бала маған ұнады, бақытты болдың. Болды, мен енді сені картадан аңдымайтын боламын. Айттым ғой мен сен папаңа ұнаймын деп. Туған күнің менен тадам. Құтты болсын. Құтты болсын жаным. Мынау жарылып қапты ғой. На, тілек. Рахмет. Міне гүл алдым. Бірақ өлекске салып сатып жүру жоғынан. Сен маған бір қымбат сыйлық алдым деп едің ғой. Иә, саған бір шама қымбат сыйлық алдым. Құтты болсын жаным. Вау, жан, рахмет. Құтты болсын. Креативный подачамен бергім келген ғой саған. Еще ешкім кимеген новый носки. Рахмет. Не ғой үйде отыра береміз бе? Может, бір жерге барып тамақ жейміз? Ой, зачем қалаға шығып, оның барлығы расход қой. Оданша үйде отырып, тамақ іше бермейміз ба? Чо, 25 жасың юбилей сияқты өтіп жатыр ма? Не болды? Ана жақта блогер жүр. Ол деген жақсы емес па? Жоқ, сен түсінбедің, ол бәлеңізде қалған блогер. Осы уақытқа дейін қанша ресторан рейтинг түсіріп тастады. Сен бар өзің обслуживайтшы, мен барғым келмейді. Аха, жарайды. Саламатсыз ба, не тапсырыс бересіз? Өздерің біліңдер, мені шок қылып таң қалдырыңдаршы. Бұл құрамында қазы, сорпа, қамырдан тұратын жылқы еті мен нарын. Дәмін татып көріңіз. Ал, көрейік. Мәса, шынымен де бір қазақилықтың дәмі шығады екен. Бауырсағымыздың да дәмін татып көрсеңізші. Да менің тура ауылдағы әжемнің бауырсағы сияқты ғой. Құдды бір балалық шағыма оралғандай болдым. Мен сіздерге отзыв қалдырам. Енді күнде осы жерден тамақ ішетін болам. Осы уақытқа дейін критик болып жүріп, мен шынайы тамақтан ләззат алуды ұмытып қалдым. Ал сіздер маған сол сезімді қайта сыйладыңыздар. Рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Молодец! Туф, көзіңе қарамайсың ба? Кім тиісті саған? Әй қыз, немеге оған сөйлейсің, а? Өзі 40 жылда бірінші рет жұмыс істеп тұр. Жаным сол. Әй қыз, неме отырсың бадырайып, бөлсеңші. Мә балам. Жаным балапаным менің, қошақаным менің, ботақаным менің, қошақаным менің. Майсатуда істейді өзі. Жаным, ақылдым сол. Балам, тағы да біреу тиіссе, шақыр мені, ұқтың ба? Давай. Біздің баламызды ұмыту үшін 1 миллион жете ме? Жоқ, біздің махаббат ақшаға сатылмайды. Ақуың баған неме? Ома! Болды, мен мұрагерлікте бас тартам. Жүр кеттік. Ұлым, тоқта, ақымақ болма. Біздің баламызды ұмыту үшін 1 миллион. 1 миллион ба? Байым бесіздер ме? Көбірек берсеңіздерші. Тағы да үстінен 1 миллион береміз. Ұмытасың ба? О, бірақ ұлдарыңыздың түрі бар ғой, әлі таныс болып тұршы, әлі ұмытпаған сияқтымын. Мынау тойымсыз екен ғой. Мә, соңғы ақшам. Енді ұмытатын шығарсың, мә. Вот енді міне жартылай ұмытып бара жатқан сияқтымын. Менде ақша бітті. Мә, менің соңғы алтыным қалды. Мынау жететін шығар. Бірақ бар ғой, балаларыңыздың түрі еміс есімде сияқты. Мама, баба, қалай ұялмайсыздар? Біздің махаббатымыз ақшаға сат. Ей, бейтаныс жігіт, кімсің сен вообще? Танымайды екем. Пока. Әрен құтылдық қой. Қарындас, танысайық та, қайда барасың, апарып тастайын. Иә, давай танысайық. Обычно үйт қыздар таныспаушы еді негізі. Жаңа тегін апарып тастайын деп айттыңыз ба? Иә, апарып тастайын, сенікі алыс емес шығар, иә? Жоқ, алыс емес. Мына Қапшағайдан ары Барса Кеңес деген ауыл бар. Сол жердегі жер көлтіме 83. Қарындас, біз жетіп қалдық ба? Иә, уже жетіп қалдық. 4 сағат қалды. 4 сағат? Мә, машинаңыз қандай күшті? Енді бұл Chevrolet Cobalt қой. Навигация істемей қалды ғой. Мен сыртқа шығып келейін, иә? Мә, не үшін айтын апарып тастайын бір жеріне. Хорошо, что Chevrolet Cobalt жолсыз жерлермен жақсы жүреді. Не істейді ұстамайды. Ағай, жүрейік, таңға дейін жетіп қалу керекпіз. Иә, кеттік. Қарындас, біз бір таяп қалған шығармыз, жақындап қалдық қой примерно, иә? Иә, азақ қалды. 10 километр жүреміз, осы орманнан өтеміз, одан кейін зират, одан кейін сай, сол сайда мен тұрам. Қарындас, енді үйіңе жетіп тастадың ғой. Может, телефон номерін қалдырасың? Жоқ, аға, мен номерімді ешкімге бере алмаймын. Тем более мен жігітім бар. Әне тұр. Бақытты болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Туй, не үшін әкеліп жердің бір жеріне осы уақытша таксовать етіп жүретін адамын қойып. Туй.
хорошо, Chevrolet Cobalt'ым бар, далада қалдырмайды. О, келін не болды? Скорый шақырыңдар. Бұл пранк! Мына видео точно 1 миллион просмотр жинайды. Түсір деді, түсірдім енді. Ойбай, келін, мынаның барлығын өзің жасадың ба? Жоқ, мынаның барлығын бартыр қалдым. Ас болсын. Ал енді жик. Күте тұрыңыздар, мен сторисқа түсірмедім ғой. Түсір, ойбай, кино түсіріп жатсың ба? Не істеп жатсыздар? Күшті кадр шықты. Мама, сізге сыйлығым бар. Ойбай, келін, рахмет. Түсірдің ба? Мама, кішкене бір эмоция көрсетіп, вау деп алсаңызшы, ертең просмотр аз болып қалады. Давайте қайтан берем. Жарайды. Бопты. Мама, сізге сыйлық. Керемет. Мынандай сыйлықты бірінші рет алып тұр. Болды ма? Бәсе, енді болды. Мына мусорды шығарсаңдаршы. Вай. Папа, қалайсыз? Вау! Мына видео точно атады. Мынаның пранкынан инфаркт боламыз бір күні. Әй, балам, осы сенің ұнап жүрген қызың бар ма? Қойшы, мам, сізге айтсам, сіз бәріне айтып тастайсыз. Үйбай, қашан айттым мен? Ешкімге тіс жармаймын. Давай, айтшы мамаңа. Енді маған Сәбит ағаның қызын айт. Мама? Сәбит құда, қалайсыз? Менің ұлым сіздің қызыңызды жақсы көріп екен. Келесі айда болды, той жасайық. Білесіз ғой, біз енді үлгілі отбасымыз. Шұғыл жаңалықтар. Менің ұлым Сәбиттің Жаңалықтар? келесі айда той жасайын деп жатыр. Алғаш рет естігенде өзім шок болдым. Подкаст! Сәбиттің қызы жақсы, алса алсын. Ауылдастар, естідіңдер ме? Менің ұлым үйленейін деп жатыр. Барлығына таратыңдар. Скоро той! Мама, болды, осыдан кейін сізге секрет айтпаймын, ұқтыңыз ба? Сен осы бұрынғы қызымен қанша жүрдіңдер? Көп емес, 5 жылдай жүрдік. 5 жыл? Қашан айырылсыңдар? Ой, давно айырылыстық, уже 2 ай болды. Мен давно ұмытып кеткенмін оны. Айтпақшы, саған сыйлығым бар. Вау, рахмет. Мә, 2 айда 5 жылдық отношениядан шығу мүмкін емес қой. Сонда мені бывший аясын ұмыту үшін қолданып жүр ма? Тексеріп көрейін. Официант, қазақша қайғылымызға қосыңызшы. бәрі артта қалды ма жаным Кеше бүтін есіме түсіп кетті просто. Алдым, сыпиш, көзін жұмшы, қап-қара түнекпен. В смысле, мен виноват, мен не қатысым бар? Айтып тұрған, мен оған байқамай лайк бастым. Иә, менен де кінә бар, мойында, менің де ит мінезім бар. Ал біздің бірінші свиданиямыз есінде ме? Екеуміз селфиде танысып өттік қой. Как раз қазір мен сол жерде отырмын. Ойлаш, бұл жерде күндізгі сағат 12-ден кешкі 6-ға дейін акциялар болып жатыр ғой. 2 стек 7990 теңге. Бір паста алсаң, екінші паста сыйлыққа жүреді екен. Еще менің саған сыйлығым бар. Алдында айырылыспай деп алып қойған ғой. Қазір саған соны сыйлайын. Ей, Жемин, тұра тұршы, иә? Күте тұршы, иә? Сен осында келесің ғой, иә? Ғой, сен бара тұрасың ба? Мен осы бір кісімен кездесіп едім да. Иә? Потом сөйлесеміз, иә? Бәсе, осындай бірдеңесі бар ғой. Бақытты болыңдар. Иә, жан, бәрін қайтан бастайық, иә? Онда келе бермей сен осы жерде күтемін. Танысып қой, бұл менің братишкам. Отыра тұрыңдар, иә, қаз келем. Иә. Қай жылғы боласың? Ей, Жиздуха, қай жылғы боласың деймін. Вау, сен сөйлей аласың ба не? Когда надо, сөйлей алам. Менің сестраммен не мақсатта жүріп жүрсің? Это жаман ойың бар сияқты сенің. Не ғой, сен сөйлей алсаң, сенің сестраңа қандай гүлін айт, соны айтшы маған. Сондай құнды ақпараттарды мен саған тегін береді екем, иә? Жастар шустрыйсыңдар есіңдер, ә? Мә, жезеңнің атынан. Оның жақсы көретін гүлі пион. Соны сыйласаң болады. Райшкан күшті әңгімелер айтады екен. Әңгімелер? Кума сол кішкентай ғой? Жай іштек емес. Постоянно жұмыс істейсің, бір күн үйде демалшы Құдай үшін. Все, қаршы, бүгін демалам. Не істеп жатсың? Мен үйден донерден ашқанға қазір бір-ек клиент жүріп сайын, я? Все, енді боспын. Үйден клиника ашқанға қазір бір пациент жүріп сайын, я? Күте тұр, жаным. Все, болды, босадым. Жан, мен адамы мастер маникюр болып жүргем ғой, 2 ақ сасақ қалып кетір, я? Наготочек в лампу. Жан, сен сондай пысықсың, молодец. Жақша, мен таксовать еткенен, я 5 минут сен отыра тұр, я? Қазір келем, я? Ақша табу керек. Сен менің жігітім боласың ба? Бар ғой, сен мен үшін досым сияқтысың, дос болып қала берейік, я? Досым?
иә. Онда екеуміз подружка боламыз ба? Прикинь, стерва Камила бар ғой, өзі пикниланып, еще 3 жігітпен қатар сөйлесіп жүр екен. Оны маған не үшін айтып отырсың? Енді екеуміз подружкамыз ғой, өтірік айтпаймыз ба? Подружка қараш, әлемнің 8-ші кереметі ғой. Подружка дошлатып айтады демекші, сен бетің бар ғой, ужас болып тұр ғой, кошмар болып тұр. Давай мен сені кішіге апарайын. Қайда? Подружка, давай өзімізге полный корейский уходовой косметика алайық. И, пожалуйста, SPF жағып жүрші, қап-қара болмайын. Подружка, сен де осы жерден бет терісінің диагностикасын жасатып ал. О май гад, мына жерде барлық хит декоративный косметикалар бар екен. Не қарап тұрсың, салсаңшы тез. Давай кішкене тонды жөндеп жіберейік. Фу, қойшы болды. Сен маған досым емессің. Сен маған сестренкам сияқтысың. Сестренка? Онда маған ақша берші. мә мына қыз маған мүлдем ұнаған жоқ. Бірдеңе істеп одан құтылу керек. Не ғой, менде ше ақша жоқ. Бүгінгі счетты өзің төлей саласың ба? Жарайды, мен уже төлеп тастағам шотты. Одан кейін бар ғой, маған 500 мың теңге қарыз алып берші. 500 мың? Бірақ мен қайтармауым да мүмкін. Мен кейде қыздар сөйтіп қадап кетемін ақшаға. Все болды ғой. Міне сенің Каспиңа салып жібердім. мә мынау болмады ғой. Бұлай десем не дер екенсің? Сосын бар ғой, мен андай жатып ішермін, қолымнан дым келмейді. Кейін екеуміз үйленген кезде сенің мойныңа отырам, жарай ма? Мен асырайсың, иә? Отыршы, мен бұрыннан бері мен мойныма отыратын жігітті армандап жүргем. Еще менің 7 әпкем бар. Еще мен мамам өте қатал. Келін таңғы 6-да тұру керек деген видеода кісі, сол менің мамам. Нормально ма саған? Маған сонда мені тәрбиелейтін, мен сабаңа түсіретін не керек? Бар ғой, сен маған қатты ұнап тұрсың. Қойшы болды. Сен маған ұнамайсың. Мен бағанадан бері сені құтыла алмай отырмын ғой. Неме осы ұнамайтын қыздар идеальный болып кетесіңдер? Жоқ, кейін мен саған бәрібір де ұнап кетем. Тоқта.